Жеңіскүлдің әңгімелері каналына қош келдіңіз, тыңдарман. Жеңіскүлдің телеграм каналы бар екенін естеріңізден шығарып қойған жоқсыздар ма? Таныстарыңызға, құрбыңызға, көршіңізге де айта жүріңіз. Телеграм каналында бір-ақ рет 1000 теңге төлеп, бір кітаптың әңгімесін оқып шығуға мүмкіндігіңіз бар. Бұл қазіргі заманда авторға деген, жазушыға деген қолдау мен құрмет деп білейік. Ал біз жалғастырамыз. Жеңіскүл Тұрсынбаева. Жоғалған, бірақ сөнбеген сезім. Екінші бөлім. Дастан Мәлік әкейдің алдында құрақ ұшып: «Әке, сіз тек көрсетіңіз, мен өзім жасай салам. Әке, шаршап қалмадыңыз ба? Сусын ішіп алыңыз. Әке, сіз көлеңкеде отыра тұрыңыз, біз өзіміз жасай саламыз» деген түрлі сөздер айтып, әкейді демеп жіберіп, қолынан саймандарды алып, сусын ұсынып, есі шықты. Мен Дастанның бұл қылығын түсініп тұрсам да, жақтырмадым. Ал Қайсар ірі денелі, атына заты сай, ауырлықты сезіне бермейтін қара күш иесі, ол шөпті құлаштап лақтырып болмаса, ауыр үйіліп тұрған шөпті бір-ақ көтеріп алғанда, Мәлік әкей: бәрекелді, міне батыр, міне азамат деп қалды. Ол кісі сол сөзді Қайсардың әркез қара күшке салып істеген шаруасын айтатын. Бүгін тіпті көп көзге түсе бергендей болды. Қайсар қара күш иесі ғана емес, епті, икемді әрі ақылды, көп сөйлемей, денелі, ірі, сұлу жігіт. Нағыз батыр дерсің. Айгүміс менің туған қызым болса, мынандай батырға бергенге қуанар едім. Әр ісіне қарасаң сүйсінесің. Ізбасардың жөні басқа. Ол трактор иесі, дарылдатып шөпті басып селкілдетіп үйге әкелген нағыз азамат. Ол темір тұлпардың иесі, пысық, жылдам қозғалып, жылдам сөйлейтін жан. Шөп тиеліп үйге келдік. Шөмелеп жинаудың өз өнер, оны Дастан өз мойнына алды. Оның әкесі шөп жинаудың шебері. Шөмеле етіп дұрыс жинамасаң, арасына жауын кіріп, шөп шіріп бұзылады. Сондықтан оны білетін адам реттеп жинау керек. Биік көтеріп жиналады, жауған жауын ішке кірмей сырғып төмен ағып кететіндей келтіресің. Ол өнер, оны тіпті Мәлік әкей де жинай алмайды екен. Жалғыз мен көзге түсе алмағандай болдым. Бір демалып отырғанымызда әкей сусын әкелем деп үйге кетті. Ал жігіттер, хаттарың қайда? Қазір Айгүміс сусын әкелгенде берейік, деді Дастан. Төртеумізде төс қалтамыздан хатты шығардық. Кім береді, деді Қайсар. Сен бер, деп ізбасар маған өз хатын берді. Мен иығымды қиқаң еткізіп хатты алдым. Қайсар мен Дастан да тез берді. Кепкама салып, Айгүмісті күтіп тұрмын. Әдетінше Айгүміс сіңлісін ертіп сусын мен тағам алып келді. Кіші сіңлісі Кенже өте ерке қыз, бірақ пысық, сөзге де шешен. Алдымен жерге дастархан жайып, әкелген тағамдарын шығарып қойды. Қыркүйектің соңғы күндері күн әлі суыта қоймаған. Кенже біздің қасымызға келгенде мен ақырындап Айгүмістің жанына бардым да: «Мынау сізге, оқып бір жауабын берерсіз» деп кепкамен бірге беріппін. Мәлік әке келе жатқан соң қасынан тез кетіп қалдым. Ізбасар Кенжені трактор кабинасына кіргізіп, бірдеңе көрсетіп тұр екен. Алыстан Айгүміске қарап қоям. Ол мен ұстатып кеткен кепкаға ойланып қарап қалған еді. Қарасам, кепканы тез орамал арасына салып, сөмкеге сүңгітті. Дастан мен Қайсар да көз алмай қарап отыр екен. Сонымен хат берілді. Енді жауап күтеміз деп бәріміз үйге қайттық. Бірімізге біріміз не себепті сөйлемейміз білмеймін. Төртеуміз де сөз айтпай тек қоштасып тарқастық. Менің ойым Дастанның қалың хатында. Ол әдемілеп сезімін ашық жазып, үйіп төгіп уәде берген сияқты. Дастан өте ауқатты отбасының баласы, тұрмысы жақсы, жағдайы бар. Ал Қайсарда қалыңдау конверт берді. Ол не жазды екен? Не жазса да жеткізіп жаздау. Ізбасар бос конверт бергенде ішінде хат жоқ сияқты. Ол
Ол не сонда жазбады ма? Менше. Мен не тындырып жаздым? Мен өз сезімімді былай қойып достарымды жазып кеттім ғой. Ой, топас Ерғали, сен топассың. Төртеуміз доспыз, төртеуміз сүйіп қалдық. Ай, топас, ай, топас. Басқа үшеуінде нең бар ей, өз сезіміңді жазбайсың ба? Оларды қарашы, ісімен, сөзімен өздерін көрсетіп жатыр. Ал сен не істеп жүрсің? Салпаңдап сүмірейіп жүргеннің. Лақтырған шөбің өмірі жетпей жолда шашылып қалып, Мәлік әке күйіп піседі. Неше мәрте көрсетіп әбігерге түседі. Не шешендігің жоқ, сұрақ қойса жауап беріп әңгімеге тартпай мән қиып тұрғаның. Не күшің жоқ, арқанды тартып байла десе, соны тарта алмай күшің жетпей тұрғаны. Қайсар екі орайтын арқанды мен байлауға жеткізе алмай қиналам. Сосын Қайсар байлайды, өзімше бой бермей байласам, жарты жолда шешіліп шашылып масқара болам. Дастан әкеймен сағаттап сөйлесе алады ғой. Мен әңгіме таба алмай жер шұқимын. Ізбасар ол адамның көңілін көтеріп күлдіріп жүреді. Не сондай бір анекдотты айта алмаймын. Осы Айгүміс мені таңдамас деген ойлармен таң атырдым. Ертеңіне Мәлік әкейдікіне келгенде Дастан мен Қайсар келмепті. Жолдан ала кетеміз, олар дүкен маңында болады деді Ізбасар. Аз қалған шөпті басып үйге әкеліп шаруаны түске дейін бітірдік. Әкей бізді үйге шақырды. Ошақ басында лапас астына дастархан жайыпты. Біз келіп жуынып жүргенде Айгүміс сіңлілерімен үйге кіріп бара жатты. Керемет етіп тілі үйретін қуырдақ жеп, әкей мен апайдан мың мәрте алғыс естіп кетуге жиналдық. Ойым, жауапты қалай аламыз? Үй жаққа қарап қоямыз. Енді кетіп бара жатыр едік. Балалар, мынау қайсың бас киімің? Кеше шөп жақта қалып қойыпты, деп апай менің кепкамды көрсетіп тұр. Мен барып алдым. Қолыма қысып үй жаққа қарап кетіп барам. Терезеден Айгүмістің кепканы нұсқап бірдеңе ымдағанын түсіндім. Кепка ішінде хат бар екенін ұқтым. Қашадан шыққанда, жігіттер, мына жерде хат бар деп тез айттым. Төртеуміз тез үйден асығыс ұзап кепка ішінен хатты шығардық. Бір ғана хат екен. Кепканы аударып төңкеріп, бірімізге біріміз қарап, не істерімізді білмей тұрып қалдық. Конвертке қарасақ, Дастан, Қайсар, Ізбасар, Ерғали ағаларыма деп сыртына жазыпты. Тез ашшы. Біз ол қызға тек аға болып қаламыз, деді Дастан ашулы дауыспен. Ізбасар мен Қайсар бастарын қасты. Хатты аштым. Құрметті Дастан, Ізбасар, Қайсар және Ерғали ағаларым. Мен сіздерді өз туған бауырларымдай қатты жақсы көрем. Төртеуіңіздің жүректеріңізден орын алып сезімдеріңізді оятыппын. Не шара? Иә, қыз өспей ме, көзге түспей ме деген осы шығар. Мен де бой жетіп жігіт қарайтын жасқа келіппін. Сіздер маған таңдау жаса, біз дос едік, достығымызға сызат түсірмей шын көңіліңді айт депсіздер. Тіпті қарындас болайыншы деп айтпай-ақ қой, саған деген көңіл қарындасқа деген махаббат емес деп нақты айтыпсыздар. Ойларыңызды ашық айтқандарыңызға рахмет. Мен араларыңызға от салмай, өз қыз көңілімді айтайын. Төртеуіңіздің ішіңізден Ерғали ағаға өз таңдауым жасап келісімімді берер едім, деп хатты аяқтапты. Оқып тұрған мен едім, жүрегім қағып жан-жағыма қарап, не дерімді білмей қалдым. Дастан санын сарт еткізіп теріс айналды. Ізбасар арқамнан қағып артаман кетіп қалды. Қайсар басын ұстап жүресінен отыра кетті. Менің ішімнен ән салынғандай толқын көмейіме келіп, енді айқайлап, қуаныштан шырқай жөнелгім келіп, өзімді әрең ұстап тұрмын. Айналайын-ау, шырағым-ау, жаным-ау, сонда маған таңдау жасап келісімін беріпті. Қызым болам деді ме? Мен не деген бақытты жан едім. Мені Айгүміс таңдады. Мына жігіттердің ішінен мені таңдапты.
деп іштей айтып, езуіме күлкі үйіріліп, бақытқа бөленіп кетті. Бауырым, сені қыз таңдады. Шыны керек, мен таңғалдым. Келіскендей қыз таңдауына құрметпен қараймын. Айгүміс бәрімізге арман болған қыз. Сен оны бағала, деп Дастан қолын берді. Мен қолын алып едім, бауырына тартып, арқамнан қатты қақты. Қайсар да орнынан тұрып, жарайсың е? Иә, қыз таңдауы, айтар сөзім жоқ, тек құрмет, деді қолын беріп арқамнан қағып жіберді. Ізбасар қасыма келіп, мен Айгүмісті емес, Көркемайды жақсы көреді екем. Соған көзім анық жеткен соң конверт ішіне Көркемай деп қана жаздым, деді. Үшеуміз де ойланып қалдық. Жігіттер, дұрыс түсініңдер. Айгүміске хат жаздым деп атын жазсам, жүрегім Көркемай деп соғып, ойымды жинай алмадым. Қағаз алып, Көркемай деп жазсам, міне қараңдаршы, деп қойнына 2 бет парақ шығарды. Толық сезім сыры. Достар, бауырлар, Көркемай әлі кішкентай қыз болғанмен, мен үшін өмірімнің мәні, ғашығым, деді тістерін ақсита күліп. Біз тек арқасынан қағып, бас изеп тарқадық. Мен көкке ұшып, қанат бітіп, жер әлемге сыймай, аулама келіп, сырттағы тапшанға шалқамнан жатып, көзімді жұмып, Айгүмісті ойлап жаттым. Қатты қайта-қайта оқып аунап кетем. Төртеуіңіздің ішіңізде Ерғали ағаға өз таңдауымды жасап, келісімімді берер едім деген жерін 100 мәрте оқып, қатты сүйіп қоям. Енді мен Айгүміске сөз айтуым керек. Қалай айтам? Ол оқушы ғой. Қайтып айтсам екен? Айгүміс 10-шы сынып оқып жүр. Сол заманда 10 жылдық мектеп еді. Ол түлек, ол озат оқушы, оның алға қойған мақсаты бары анық. Мен не бере алам? Мен оның арманына кедергі болмауым керек. Мен оны қолдауым керек. Ал енді мен сөз айтуым керек. Ол мені ұнатады, онысын айдан анық етіп жазды. Енді Ерғали, қадам жаса, сөз байлас деген ойлармен толқып жүрмін. Таңертең жұмысыма барып, біраз шаруаны аяқтап, түскі асқа үйге келе жатып, мектеп жақпен жүрдім. Мен үшін мектеп оқушысына көз салу ұят. Әрі бұл тәрбиеге жатпайтын нәрсе. Бірақ маған Айгүміспен сөйлесу керек. Басымды салбыратып, не істерімді білмей, мектеп маңынан баяу өтіп бара жатыр едім. Ерғали ағай, сәлеметсіз бе деген қыз бала даусына жалт қарадым. Жүрегім аузыма тығылып, шошып та кеткен сияқты болдым. Амандасып маған қарай келе жатқан Көркемай екен. Ол күлімдеп жақындап келді де, біз жаққа бара жатсыз ба? Сәл тоса тұрыңыз, қазір Айгүміс шығады, бірге барайық, деп портфелін маған ұсынды. Мен таңғалсам да портфельді алдым да жолдан шетке шықтым. Сіз менімен не амандаспадыңыз, не жауап бермедіңіз? Деп Көркемай күліп қарап тұр. Не айтарымды білмей, иә, сәлем, дедім. Көркемай да сұлу қыз, тіпті Айгүміске ұқсастығы да бар. Оларда 1 жас қана айырмашылық болғандықтан танымайтын адам егіз екен деп те қалар. Ізбасардың ғашық болатын жөні бар. Оның еркелігі де бар. Көркемайдың шашы Айгүмістің шашынан біршама қысқа, ал екеуінің бойы бірдей. Мен сөз таппай қиналып тұрғанымды ол қызықтап, сөзге әдейі тартып тұрғандай көрінеді. Аға, сіз түстенуге бара жатқан боларсыз. Жұмысыңыз ауыр ма? Сіз неше жыл оқыдыңыз? Деп сұрақты жаудыртты. Мен қай сұрағына жауап беретінімді білмей састым. Осынша жасқа келіп, талай қыз қырқын көріп, қалада шалқып жүріп, дәл осылай қысылмаппын. Айгүміс келіп еді, тіпті қысылдым. Көркемайдың сөмкесін өзіне бере салып, Айгүмістің сөмкесіне қалай жабысқанымды ұқпай қалдым. Аға, менің сөмкемді де көтере салсаңыз, беліңіз сынып кетер ме?
деп ерінін шүршитіп ренжи алға жүрген Көркемайдың сөмкесіне қайта жабысып едім. Болды енді, өзім-ақ көтерем, өзім-ақ алып жүрем деп сәл жылдам басып бізден озбақшы болды. Кешір қалқам, кешір, мен өзім неге солай жасадым түсінбей қалдым. Еркетай, кешіре қойшы деп біраз жер жүріп тастағанымызды білмей қалдым. Көркемай еркелеп сөмкесін бермей тез жүрді. Мен қуалай жабыстым. Айгүміс күліп ілесіп келеді. Айгүмістердің бұрылысына келгенде ғана Көркемай сөмкесін беріп, үйге апара салыңызшы, мен Қаламқасқа баруым керек деп бір үйдің қақпасына кіріп кетті. Мен өзімнің мәз болып күліп тұрғанымды сол кезде байқадым. Айгүміс көзіме қарап ойланып, мә, өкпелетіп ала жаздадым деп Көркемай жақты көзіммен көрсетіп қойдым. Көркем, ерке деп Айгүміс күлді. Осы екі сөз құлағыма өте жағымды естілді. Айгүмістің дауысы ерекше. Мүлде басқа ешкімде жоқ. Маған қатты ұнайтын дауыс. Мен не дерімді білмей, неден бастарымды білмей қипақтап келем. Айгүміске қарасам, жүрегім қағып, түкірігіме қақалардай жұтына берем. Ерғали, есіңді жи, сөйле, қызға сөз айт, болмаса ана екеуі сені мылғау болып жүргенде озып кетеді деп іштей өзім айтып күш жинап алып, Айгүміс, кеше хатты оқыдық. Не болды маған деп терең дем алдым да, сол ғой, хатты оқыдық. Ашық жазғаныңа рахмет. Мені таң, қалай айтсам екен, рахмет, көңіліңе рахмет. Айгүміс, мен сені сүйем деп бірақ тоқтадым. Қыз үндемей келеді. Ал жігітке сүйем деген сөзді айту өте қиын екен. Мен сәл қолына қолымды тигізіп, Айгүміс, менің қызым боласың ба? Дедім. Жүрегім аузымнан шығардай соғып тұр. Сөзімді демігіп айтқандай болдым. Айгүміс сәл тоқтап көзіме қарады. Сен менен жассың, әлі оқуың керек, мен білем, дедім жұтынып. Айгүміс көзін төмен салып тұрды да, мен сізді таңдадым. Ол таңдауым өз ойымша дұрыс. Сіз кешіріңіз, сіздің. Айгүміс, менің саған деген ойым да, көңілім де адал. Міне хат жолдап отырмын, сәлде болса маған деген ойың болса үміт сыйлашы деген хаттағы сөздеріңізге келісіп, үміт сыйлағым келді. Сіз сүйетініңізді де жазғансыз. Міне, айтып та тұрсыз. Мен ол сезімге бірден жауап бере алмайым, тек уақыт көрсетер. Жақынырақ танысайық. Қыз жігіт болуға қазірше асықпайық. Менде сабақ, алда емтихан. Арманыма, мақсатыма барар жол тосып тұр. Деді де алға жүрді. Айым, жаным, рахмет, осы үміт сыйлағаныңа рахмет. Мен сені күтем. Сен оқуға дайындал, мақсатыңа қол жеткіз. Мен тек қолдайым. Мен сені сүйем, деп тағы айттым. Айгүміс кірпіктерін жиі қағып, сәл жымиып, тез қақпасына жақындады. Мен сені күтем, дедім. Айгүміс бөгеліп артына қарады да сөмкелерді алып, жауап күтіңіз, деп сәл қасын дір еткізіп үйіне кіріп кетті. Вау! Ура! Алақай! Сөз салдым. Ол келісті. Вау! Мен жарадым. Айгүміс маған үміт сыйлады, деп мен де үйіме асықтым. Сол күннен бастап менің қолым қалт етсе, Айгүміс жаққа барам. Өзін сырттай көрсем де риза болып қайтам. Қазан айы салып жатқан үйімнің шатырын жауып үлгердім. Жұмысыма да белсене кірісіп, өз тірлігімді де қатар алып жүрдім.
Жанымда достарымнан тек ізбасар табылды. Дастар мен Қайсар көрінбей кетті. Ізбасар екеуміз Мәлік біраз құрғақ отын түсіріп кесіп жарып та бердік. Түсіріп қойған көмірді де қоймасына кіргіздік. Сол кезде Айгүміспен талай сыбырлап сөйлесіп те алдық. Хат жазысатын шығардық. Хатты жасырып қоятын ағашымыз бар. Айгүміс сабағына кетіп бара жатып қойып кетеді. Мен жұмысыма бара жатып алып, орнына өз хатымды қоямын. Түсте таңертеңгі хатқа жауап жазып, қайта қойғанда таңертең мен қойған хат болмайды. Кешке жұмыстан қайтқанда сол жерде Айгүмістен жауап хат тұрады. Кейде мен ерте қойып жұмысыма асығып кетіп, Айгүмістің хатын түсте алам. Тез оқып алып жауап жазып қойып кетуге тырысам. Солай біз күніне 6-7 хат жазысып, сырымызды хатпен ашып айтатын болдық. Мен Айгүмістің мазасын алып кездесуге шақырмадым. Соның өзінде де мен бақыт дедім. Бізге қарағанда ізбасар мен Көркемай тіл табысып, жасырын кездесіп жүрді. Қыс артынан көктем, соңғы қоңырау, мемлекеттік емтихан, ақыры қызыл аттестат алып, қоштасу кеші де болып, Айгүміс оқуға жиналды. Сол кеште біз алғаш кездесуге келдік. Ауыл сыртында бақ бар еді, сол жерге кездесуіміз керек. Мен ерте келіп алыппын. Қимастық, қоштасу екенін санам білсе де жүрегім кездесетінімізге қуанады. Айгүміс асығыс басып бақ ішіне жүгіріп кіргенде мен алдынан жүгіріп шықтым. Қолдарынан ұстап көздеріне қарасам дір-дір етеді. Бас салып құшақтап алдым. Бауырыма басып соғып тұрған жүрегін сездім. Мен таңертең жолға шығам. Алматы қандай қала? Деді дірілдеген дауыспен. Мен құшағымнан қызды жібермей тұрып, Алматы әсем қала. Алматы керемет. Алматы ғашықтар қаласы. Деп қызды босатып, көздеріне қарадым. Ал мен үшін Алматы арман қуған жастар қаласы. Мақсаттардың орындалатын жері. Деп көздерін көздерімнен алмай айтты. Ақылдым, арман қаласы. Деп иығынан өзіме баса құшақтап бақ ішіне кірдік. Мен шынымды айтайын, сені қимай тұрмын, бірақ кедергі де бола алмайым. Сен бара ғой, оқы, мен іздеп барып тұрам. Дедім шашынан иіскеп. Шын айтасың ба? Іздеп келесің бе? Деп жәудіреген көздерімен көзіме қарағанда жұп-жұмсақ ыстық ернінен ақырын сүйдім. Айгүміс дір етіп сәл басын артқа тартып қызарып кетті. Кеседен басқа жерге тимеген ерні, менің ернім тигенде ерекше сезімге бөленгені анық көрініп тұр. Жаным, аппағым, періштем, мен сені жанымнан артық сүйем. Әр хатымда жазып жүрмін ғой. Бал ерніңнен сүюге рұқсат етші, дедім, белінен ақырын құшақтап. Айгүміс төмен қарады. Ерні дір-дір етеді. Пәк қыз біресе аузын ашып, біресе астыңғы ерін тістеп есі шықты. Денесі де дірілдеп кетті. Қинап сүй алмадым. Бауырыма басып қыстым. Сүйсіне шашынан иіскеп, ағашқа сүйеніп тұрмын. Айгүмісте жабыса құшақтап терең дем алып тұр. Білесің бе, менде қорқыныш бар, бірақ арманым қанаттандырып тұр, деді ақырын. Жаным, сен көп нәрседен сақ бол, шынымен қорқ. Алматы арман қаласы болғанмен ол жерде басқа да жолдар бар. Абай бол, әбден үйреніп танып алмағанша ешкімге сенбе. Сен оқитын университеттің жатақханасы бір аулада. Біраз уақыт тек жатақхана мен корпус арасына үйрен. Өзің сияқты сырттан келген қыздармен дос бол, қалаға қыдырып көп шықпа. Ешкімге сенбе, тек өзіңе сен. Деп көп сөйлеп кеткенімді өзім түсінбей қалдым. Сонда сен мен оқитын медуниверді білесің бе? Деді көзіме қарап. Жаным-ау, мен Алматыда оқыдым ғой. Деп айттым да шыдамай ерніне жабыстым. Айгүмісімді балқытып ұзақ сүйдім. Сүйіп тұрып қимай тамағыма өксік тығылғанын байқадым. Тіпті көзімнен жасым ағып кетті. Күнім бақытты болшы. Сен абай болшы, жарай ма? Сен әлі тым жассың. Мен сен үшін қорқып жүрмін. Әттең сенімен бірге кетер ме едім?
Мен бірдеңесін ойластырам, мен барып тұрам, тек сен ешкімге сенбе, ешқайда шықпа, дедім көздерінен аймалап, бетінен, тіпті тамағынан иіскей сүйгіштеп. Қыз былқ-сылқ етіп, бойын жинай алмай сезімге беріліп тұр. Айым, жаным, мен сенсіз мына ауылға сыймайым, сүйіктім, деп тағы да еріннен сүйіп бауырыма қыса басып, тынышталуым керек екенін ұқтым. Бүкіл тамырым қозып бой бермей бара жатқанын сездім. Жоқ, Ерғали, есіңді жи, қыз саған сеніп келіп тұр. Жоқ, арыға барма, болмайды. Жоқ, тоқта, дедім іштей. Өзімді әрең басып, қызды қатты қысып жібергенімді сездім. Сен маған сенесің ғой, деген сөзді Айгүміс демігіп айтты. Сол кезде қысылып тұрғанын сезіп босатып, мен өзіме сенбеймін, бірақ саған толық сенем, дедім. Айгүміс екі білегін иығыма салып, күлімдеп, көзіме қарап, рахмет, деді. Сенем, жаным, сенем, мен Алматыда түрлі сұмдық барын біле тұра тек саған сенгеннен өзімді басам. Сен де тек өзіңе сен, дедім. Мен үйге барайын, үйдегілер іздеп қалған шығар, тым кеш болып кетті, деді қолымнан ұстап. Бақтан шығар жолды беттедік. Құшақтаса бақтан шығып, сосын жай қол ұстасып, Айгүмістің бұрылысына жеттік. Сен үзбей хат жазшы, күніне 4-5 хат жаз, деппін. Міндетті түрде жазам, тек 4-5 емес, күніне 1 хат жазуға уақыт тапсам жақсы болар еді, деп сондай бір өкінішпен айтты. Иә, сен оқы, мен не айтарымды білмей тұрмын. Түсінші, иә, әйтеуір хат жаз, уақытың болғанда жаз, мен күтем, дедім. Айгүміс басын изеп, тез қақпадан кіріп кетті. Мен бетінен де сүйе алмай мелшиіп тұрып қалдым. Сөйтсем, дәл қақпа қасында Мәлік әкей тұр екен. Әкейді көріп мен де сасқалақтап қалдым. Мәлік әкей мені көрмегендей болып ары қарай кетті. Айгүміс ауылдан кеткен соң менде де бұл ауылда қалуға еш құлшыныс болмай қалды. Ауылда жазған хаттарды қайталап оқимын, рет-ретімен оқимын, әрқайсысын жатқа айтамын. Иә, жаным, хатқа ашық сүйетінін жазбаса да, менің керек екенімді жеткізе білген. Ерғали, сенің кителіңдегі значоктарыңа шашым байланып қалғанда, мен сені дәл арт жағымнан көргенде, жүрегім шығып кетердей соқты, деген жерлері бар. Сол шаш біздің тағдырымызды байлады ма, деп те жазған. Маған хат жазған тек 3-еуін ғана емес, 1 сынып жоғары, 2 сынып жоғары талай жігіттер сыныптастарымнан хат алғам. Сүйем, ғашықпын деген сөздерді талай оқығам. Олар маған еш әсер қалдырмады. Сен хат жазбасаң да, мен сенің басқалардан ерекше жақсы көргеніңді сезгендей болдым. Сені таңдағым келді, деген жазбаны жатсам да, тұрсам да қайталап жаттап алдым. Ұйықтап жатқанда оятып айт десе айтып берер едім. Мен басқармаға кіріп, білімімді арттыру керек екенін айтып түсіндірдім, жолдама сұрадым. Құдайым оңдап басқарма келсе кетті, құжаттарды құшақтап Алматыға жол тарттым. Айгүмістен хат алып тұрсам да, көрмегелі 2 айдың жүзі өтті. Міне Алматыға мен де жеттім. Алып ұшып, университеттің жатақханасына тарттым. Айгүміс әлі сабақтан келмепті. Жатақхана алдында тосып тұрмын. Топ қыз алыстан келе жатқанда бірден 1-ші курс екендері көрініп тұр. Олар жинақы, баяу жүреді, қолдарында кітаптары, бірімен бірі сөйлесіп бірдеңе талқылауда. Келе жатқан 5 қыздың барлығының да шаштары ұзын, көйлектерінің етегі де ұзын, шалбар да кимеген, биік өкше кимеген, беттерінде бояу да жоқ, көтерген сөмкелері де ауыр, иықтары қисайып келеді. Иә, жас түлектер, білім қуған, арман қуған, жас мөлдір қыздар. Мен қарап тұрып Айгүмісті бірден таныдым. Ол қасындағылардан ерекше сұлу, мүсіні де сымбатты, биік киген, көйлегі де өте жарасып тұр. Жүрісі де ерекше көрінетіндей. Қасындағы қыздар біреу аласа, екіншісі толық, үшіншісі тым арық. Анау 4-шісі аю тәрізді маймаңдап жүреді екен. Күлкім келгендей болды. Қыздардың басқа да шаруасы жоқ, жан-жақтарына қарамайды, жатақханаға өтіп барады.
Айкүміс, дедім дауыстап. Ол басын көтеріп жан-жағына қарап, мені көріп тоқтап қалды. Басқа қыздар да маған қарап тұр. Күліп қастарына жақында қарамда, Айкүмісім өз көзіне өзі сенбей таңырқай қарап тұрып қалды. Сәлем, қалдарың қалай? Дедім қыздарға да қарап. Қыздар бастарына изеп Айкүміске қарады. Сонда барып Айкүмістің көзі жайнап, беті қызарып кетті. Мен еңкейіп бетінен сүйдім. Ол одан бетер қызарып төмен қарап, қайта басын көтеріп, сен келдің бе? Деді. Көздеріне жас үйіріліп. Сағыныш толқыны бұрқ ете қалды. Мен иығындағы сөмкесін алып жатақхана жаққа бет алдым. Айкүміс көзін жыпылықтатып ілесті. Ауыл жақсы. Мәлік әкеге кіріп шыққам, анаң сәлемдеме берді деп әдейі айттым. Қыз қысылып қалмасын деген ойым еді. Кіреберістегі кезекші апаймен де сөйлесіп қойғам. Еркін жоғары қабатқа көтеріле бердім. Айкүміс бөлмесіне томпақ қызбен бірге кірді. Әкелген сәлемдемелерді беріп орындыққа отырдым. Айкүміс әбден састы. Көздеріме қарай алмай қызарып кетті. Менің сағынғаным сонша құшақтап сүйгім келіп отырмын. Көзімді ала алмаймын. Айтпақшы, танысып қойыңдар, құрбым Гүлназ, деп қысылып қайта-қайта қарап қойып жүрген қызды таныстырды. Мен Ерғалимын, мына арудың нақ сүйгенімін, дедім. Гүлназ бір жаққа кетіп қалса екен деп. Сіз Ерғалисіз ба? Деп Гүлназ қызарып бөлмеден оқтай ұшып шығып кетті. Қыздар сырласып мен туралы білетіні белгілі болды. Мені күлкі қысып, аңқиып қарап тұрған Айкүмісімді тез барып құшақтап алдым. Ол сәл басын артқа тартып, кеудеме екі білегіммен тіреліп, көздері бақырайып кетті. Құрбың ақылды екен. Жаным, қалың қалай? Дедім, батылдана. Екінші бөлімнің соңы. Жалғасы бар. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.